Судьялардың кәсіби қажеттіліктерін ескере отырып, бүгін алғаш рет Қазақстан Республикасы Жоғары сот кеңесінің жанындағы сот төрелігі академиясында алқабилердің қатысуымен қылмыстық сот ісін жүргізудің ерекшеліктері атты тақырыпта қылмыстық істерді қарауға маманданған еліміздің барлық өңірлерінің судьяларына онлайн жекеленген біліктілікті арттыру курсы өткізілді. Бұл іс-шара Қазақстан Республикасы Жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Михайлович Малаховтың өкімімен бекітілген сот төрелігі академиясының дамыту тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде ұйымдастырылды. Іс-шараның мақсаты алқабилердің қатысуымен қылмыстық істерді қарауға маманданған судьялардың біліктілік деңгейін арттыру болып табылады. Семинарға қылмыстық істерді қарайтын еліміздің барлық өңірлерінің судьялары қатысты. Баяндамашылар ретінде Қазақстан Республикасы Жоғары сотының судьясы Ерлан Смадиярұлы Қосмұратов және Астана қалалық сотының судьясы Алма Есімова қатысты. Алқабилердің қатысуымен сот ісін жүргізуге қатысты проблемалық және практикалық мәселелер қарастырылды.